Баршаңызға сәлем оқырмандар. Бүгін сіздерге асыққан кезде етсіз жасалатын тамақ жасайтын боламыз. Ең алдымен табағымызға сұйық майды құйып қыздырып аласыздар да үстінен пиязымызды және де сладкий перцімізді қосып екеуін жақсылап қуырып аласыздар. Видеоны көрмес бұрын ең алдымен маған тіркеліп, лайк басып, қоңырауша батырмасын басып қойыңыздар. Сол кезде менің жаңа видеоларымды ең бірінші болып көріп отырасыздар. Кей кездерде ет шығаруды ұмыт кеткен кезде осы тағамды жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады және де өте тез жасалады. Пиязымыз бен перціміз кішкене жұмсарғанша жақсылап қуырып алғаннан кейін үстінен турап алған баклажанымызды қосамыз. Баклажанымызды салып болғаннан кейін жақсылап қызарғанша қуырып аласыздар. Алдын ала баклажанымызды турап болғаннан кейін үстінен тұз сеуіп қойыңыздар. Осылайынша баклажанымыз жұмсарып қуырылғаннан кейін үстінен паприкамызды саламыз. Бір үлкен ас қасықпен қоссаңыздар жетеді. Жақсылап араластырып қуырып алдық. Енді үстінен турап алған картоптарымызды саламыз. Картоптарымызды салып болғаннан кейін үстіне дәміне қарай тұзын сеуіп жақсылап барлығын біркелкі тағы да бір араластырып шығасыздар. Картоп пен баклажанды өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша турай берсеңіздер болады. Мен домалақ етіп турап алдым. Сіздер ұзынша етіп турайсыздар ма, төрт бұрышты етіп турайсыздар ма, ол өз қалауларыңыз бойынша. Енді үстінен 2 кесе су құйып, орташа баяу отта пісіріп аламыз. Міндетті түрде баклажан қосып, картошканы басып көріңіздер. Тамақтарыңыз өте дәмді болып шығады. Видео сіздерге пайдалы болса, маған тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер.